Бүгінгі сабағымызда біз құжаттағы навигация туралы сөйлесетін боламыз. Навигация сөзін осы орыс тілі күйінде қалдыруды жөн көрдік, яғни сіздерге жақсырақ түсінікті болу үшін. Мысалымыз айқын болу үшін біз кездейсоқ бір мәтін алдық. Енді навигацияның ең қарапайым құралы ол оң жағыңыздағы мына сырғытпа, слайд бар деп аталады, скролл бар деп аталады. Оны жоғары төмен қозғалу арқылы біз мәтіннің қажетті бөлігіне көше аламыз. Бірақ әрине, егер мәтініңіз 50-60 немесе одан да көп беттен тұратын болса, бұл сырғытпамен қозғалу ыңғайсыздау болады. Дәл сол сияқты тінтуірдің дөңгелегін айналдыруға болады. Яғни төмен қарай айналдырсақ, мәтінде төмен қарай жылжимыз, жоғары қарай қозғалтатын болсақ, жоғары қарай жылжимыз. Байқап отырсаңыздар, осы сырғытпамен екеуінің функционалы өте ұқсас келеді. Осы сабақтың тақырыбына сәйкес тағы да бір қызықты ақпарат. Мысалы, сіз үлкен мәтіннің белгілі бір жерінде бір сөздер жазып, мәтінге өзгерістер енгіздіңіз деп есептейік. Кейін құжатыңызды сақтап, оны жауып, басқа жұмыстармен айналыстыңыз да, және де осы құжатқа қайтадан оралдыңыз. Қайтадан оралған кезде сізде оң жақ шетіңізде осындай бір хабарлама тұрады. Яғни соңғы рет осы құжаттың сіз қай бөлігін өңдегеніңізді біле аласыз. Осы жазудың үстіне басатын болсаңыз, соңғы рет сіз өңдеген бөлікке сізді бірден апарады. Бұл да құжаттағы навигацияның жақсы мысалы бола алады. Бағдарламаның оң жақ төменгі бұрышына назар аударсақ, бізде тағы бір сырғытпа бар, масштаб деген жазу. Яғни біз осы құжатымыздың масштабын өзгерте аламыз. Оны кішірейте аламыз, үлкейте аламыз. Әрине, бұл да өзінше бір навигация жасаудың құралы ретінде міндетті түрде қолданылады. Сіздің мәтініңізде белгілі бір суреттер болса, немесе айқын бір белгілер болатын болса, масштабты кішірейтіп, кейін жоғары төмен қозғалыңыз. Осы сырғытпаның оң жағында тұрған сандық өлшеммен көрсетілген масштабқа басатын болсақ, бізде кішігірім терезе пайда болады. Осы жерден әртүрлі пайыздағы масштабты таңдауға болады біріншіден, немесе белгілі бір арнайы орнатуларды қолдануға болады. Яғни по ширине страницы дегеніміз осы біздің құжатымыздың парағының бағдарламаның барлық еніне дейін созады. Нақты көрсететін болсақ, осылай болады. Өзіңізге ыңғайлы нұсқасын қолдана аласыз. Осы масштабты өзгертудің ыңғайлы жолы ол Ctrl батырмасын басып тұрып, тінтуірдің дөңгелегін қозғалту. Сонымен қатар навигацияның негізгі өзінің парақшасы бар. Байқап отырсақ, ол вид, соның ішінде области навигации дегенге біз белгіше қоятын болсақ, навигация бөлімі сол жақ шеттен ашылады. Байқап отырсақ, 3 тарау бар. Оның біріншісі заголовки дейді, яғни бөлім-бөлімді бөліп қарастыруға болады. Ол үшін арнайы осындай белгілі бір бөлімнің белгісін қою керек. Келесі беттер, яғни бізде бірнеше парақ бар болатын болса, соның бәрінің осы жерден көруге болады. Результаты дейді, бұл іздеу. Мысалы, біз мәтіндегі бір сөзді жазайық. Байқап отырсақ, осы сөз бірнеше жерде кездеседі, және де сол сөзді басу арқылы қай жерде кездесетінін бізде осы мәтінде белгілі бір навигацияны жүзеге асыра аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақта айтылғандарды қайталап көріңіз, тексеріп көріңіз, қолданып көріңіз. Болған соң сенімді түрде келесі сабаққа өте беріңіз.